Бүгінгі Украинаның жағдайына қарап отырып, тарихтың үлкен бірінші және екінші сабағын алуымызға болады. Бүгін сіздерге тарихтың ең негізгі сабағын айтқалы отырмын. Бірінші сабақ. Ешқандай мемлекет, тіпті ол үлкен держава болса да, өз заманындағы ең алып держава болса да, басқа елдің тәуелсіздігіне кепілдік, яғни гарант бола алмайды. Бұл ең бірінші сабақ. Себебі қазіргі кездегі Украинаның жағдайына қарайтын болсаңыздар, оған европалықтар да көмектесіп жатыр. Европада қаншама мемлекеттер, Франциясы бар, Германиясы бар, Италиясы бар, Нидерланды бар, басқа да мемлекеттер, ондаған мемлекет көмектесіп жатыр. Және Америка көмектесіп жатыр. Осыған қарамастан Путинді тоқтата алмай жатыр. Украинаның қаншама жері күл талқан болды. Және мынаны ұмытпауымыз керек. Кейбіреулер шын ниетімен көмектесіп жатыр, ал кейбіреулер ашық та жасырында өз пайдасын ойлап, Украинаның жаңағы сөзін сөйлеп, шашбауын көтеріп жатыр. Мысалы, Еуропа елдері кезіндегі Гитлердің жасап кеткен ісінен үлкен сабақ алып, уақытында Путинді тоқтатамыз деп жатыр. Яғни мен сіздерге осы кезге дейін Мюнхен үлкен жиынын айтқан болатынмын. Бір уақыттар үлкен болған Чехословакия мемлекетін қалай бөлшектеп алғанын, одан кейін Гитлердің қалай күшейгенін айтқан болатынмын. Бұл өз алдына басқа тарих. Міне осыдан сабақ алған Еуропа елдері Путинді шығыс Еуропа жерінде Украина майданында тоқтатқалы жатыр. Яғни сабақ алып. Тіпті бүгіндері Украинаның басына төнген қатер кейін Еуропаның басына төнетінін түсінді. Ал Америка сияқты, Трамп бастаған Америка билігі Украинаның сағысынып, басынан бақ құсы ұшып, шаңырағы сәл шайқала бастағанын түсініп, өз пайдасын күйттеп, қансырап жатқан Украинаның жерасты пайдалы қазбаларына көзін сатып, соны саудалай бастады. Көмектескенде кейіп танытып, Украинаның пайдалы қазбаларына ие болуға ұмтылып жатыр. Былайша айтқанда, Украина олар үшін ресурс ретінде қарастырылып жатыр. Бұны өздеріңіз де ашық көрдіңіздер. Трамп билікке келе салысымен Украинаның пайдалы қазбаларын пұлдай бастады. Көріп отырсыздар ма? Ал кейбір мемлекеттер тілеулес болғанмен бейтарап қалып отыр. Олардың арасында Қазақстан да бар. Яғни бейтарап саясат ұстанып келе жатыр. Көріп отырсыздар ма? Тарихтың ең үлкен сабағы. Ешқандай мемлекет, тіпті ол алып держава болса да, сенің тәуелсіздігіңе, сенің аман қалатыныңа гарантия бере алмайды. Өйткені осы кезге дейін Біріккен ұлттар ұйымы деді. Біріккен ұлттар ұйымының алдына білесіздер, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңілген Германияның контрибуция төлету үшін Версаль Вашингтон дейтін үлкен жүйе болды. Сол жүйенің аясында конференциядан кейін Ұлттар лигасы дейтін үлкен халықаралық ұйым құрылды. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен ұйымдардың бірі және бірегейі. Бүгінгі Біріккен ұлттар ұйымының бастамашысы десек болады. Ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін тарқап кетті. Оның орнына Біріккен ұлттар ұйымы келді. Міне осы Біріккен ұлттар ұйымы қазіргі кезде Путинді тоқтатуда қауқарсыз болып отыр. Тоқаев қаншама былайша айтқанда шырылдап жатыр, Біріккен ұлттар ұйымын реформалау керек деп. Өйткені бұл ұйым өзінің қауқарынан айырылып бара жатыр. Көріп отырсыздар ма? Қазіргі мына заманда Біріккен ұлттар ұйымы сияқты үлкен халықаралық ұйымның өзі сенің тәуелсіздігіңе гарантия бере алмайды. Міне Украинаның біз тағдырына қарап отырып, тарихына қарап отырып, осынау тарихтың ең бірінші және ең негізгі сабағын аламыз. Яғни тек өз күшіңе сену. Сөз соңында мынаны айтқым келеді. Бір уақыттары Рим империясында Цезарь билікке келіп, ал оның қарсыластарының бірі болған Цицерон. Бұл екі адамда тарихтағы ең көрнекті адам ретінде қалды. Цицеронды біз атақты философ және оратор ретінде білеміз. Шешен, өте мықты, сөзге жүйрік, халқын аузына қаратқан сондай үлкен оратор болған адам Цицерон. Ал Цезарды білесіздер, ол адам диктатор. Бірақ енді Цезарды диктатор деп билігін айтқанымызбен, ол да үлкен қолбасшы, өте мықты, талантты саясаткер. Міне осы Цезардың қарсыласы болған Цицерон былай деген екен. Қарудың қаһарлы гүрсілі естілгенде, яғни қарудың қаһарлы дауысы естілген кезде,
заңдардың өзі үнсіз қалады деген екен.